Бәріңізге ассалаумағалейкум. Агрессор Ресей әскерлері Украинамен соғысудан бас тартып жатқаны рас па? Польша өзінің жеріне ақш-тың ядролық қаруын кіргізуі мүмкін бе? Қадыров Путиннің баспасөз хатшысымен не үшін келіспей қалды? Осындай өте қызықты ақпараттар сіздерге керек болар анық. Достар, жаңадан ашылған саяси арнаны қолдап, лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Бұл маған өте үлкен шабыт бермек. Арнаға тіркелдіңіз бе, лайк бастыңыз ба? Онда біз видеоны бастаймыз. Шешенстан басшысы Рамзан Кадыров Украинада жүріп генерал-лейтенант атағын алған өзін құттықтамай, Ресейден кетіп қалған тележүргізуші Иван Ургантты патриот деген үшін Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың сөзімен келіспеді. Патриот болу үшін Ресейді сынап, шетелге кетіп қалу керек екенін, онда да шу-шырқамен кету қажеттігін, саяси қақтығыс төмендегенде түк болмағандай қайта орала салуға болатынын білмеппін, деді Кадыров. Азаттық мәліметінше, Дмитрий Песков Ресей әскерінің Украинадағы әскери операциясын қолдамайтындар мен Ресейден кетіп қалғандардың бәрін бірдей сатқын деуге болмайтынын айтқан. Тележүргізуші Иван Ургантты жақсы білемін, өзінің көзқарасы бар шығар, бірақ ол үлкен патриот, деді Путиннің баспасөз хатшысы. Ал Ресей әскерилері Украинаға қарсы соғысудан бас тартып, жұмыстан кету туралы жаппай өтініш жазып жатыр, деп Украина қарулы күштері бас штабының баспасөз орталығы мәлімдеді. Батыс әскери округінің 20-шы жалпы әскери армиясының 3-ші мотоатқыштар дивизиясының түрлі деңгейдегі командирлері ұрыс қимылдарына қатысудан бас тартты. Сонымен қатар әскерилер жұмыстан кету туралы өтініш жазуда. Оңтүстік әскери округінің 58-ші жалпы әскери армиясының құрамынан 4-ші әскери базаның 2 батальондық тактикалық топтарының жеке құрамы Украина аумағында ұрыс қимылдарына қатысудан бас тартты. Оларды тұрақты орналастыру пункттеріне қайтару жоспарлануда, деп хабарлады бас штаб. Польша ақш-тың ядролық қаруына ашық екенін жариялады. ақш Польшада ядролық қаруды орналастыруға дайын, бірақ әзірге бұл мәселе көтерілген жоқ. Польша премьер-министрінің орынбасары ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің төрағасы Ярослав Катинский өз елі өз аумағында америкалық ядролық қаруды орналастыруға ашық екенін айтты. Бұл туралы ол 3 сәуірде неміс басылымына берген сұхбатында айтты. Егер американдықтар бізден Польшада атом қаруын орналастыруды сұраса, біз бұған ашық болар едік. Бұл Мәскеуді оқшаулауды айтарлықтай арттырады, деп санайды Катинский. Дегенмен ол бұл сұрақтың қазір көтерілмейтінін түсіндірді, бірақ бұл жақын арада өзгеруі мүмкін деп қосты. Бұл ретте Катинский Польшада НАТОның жаңа командалық орталығын құруға шақырды. Оның айтуынша, Польша НАТОның Брунсумдағы Нидерланды бірлескен операциялары жоспарланған және қай жерден жүзеге асырылатыны сияқты үлкен жедел қолбасшылық штабының болғанын қалайды. Бұл Мәскеу үшін НАТОның шығыста көшбасшылық деңгейінің бар екендігін айқын белгісі болар еді, деді ол мәлімдемесінде. Польша премьер-министрінің орынбасары Альянс Украинадағы жағдайды реттеу үшін көбірек жұмыс істеуі керек деп санайды. Ол Зеленский сұраған қару-жарақпен қамтамасыз ету. Еске сала кетейік, Ресей мен Украина арасындағы әскери қақтығыс 24 ақпанда басталған. Ресей мұны арнайы әскери азат ету операциясы деп атайды. Осы уақытқа дейін екі жақтан да кемінде 2000 адам қаза тауып, 3000-нан астам адам жараланған. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеле кетейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.